Құран бағыштау деген нәрсе ол дінімізде бар. Ғалымдарымыз оны бекіткен, рұқсат еткен. Кез келген тек Құран емес, ораза, нәпіл, қажылық, умра, садақа, кез келген біз өзіміз істейтін жақсылықтың, амалдың сауабын біз басқа біреуге бағыштай аламыз. Бұл ахлу сүнна уәл жамааттың пікірі осындай. Бидғат, анау мынау деген нәрселер дұрыс емес. Хадистер келеді, анық ашық хадистер келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: садақа бер, өз әке-шешеңнің атынан садақа бер дейді. Өйткені сол садақаның сауабы әке-шешеңе барады, және сенің де сауабың одан кеміп қалмайды дейді. Сондықтан біз біреуге Құран бағыштасақ, жақсы нәрсемізді бағыштасақ, бізге де дәл сондай сауап нәсіп болады, және әке-шешемізге де, жаңағыдай қайтқан жандарға да дәл сондай сауап барады. Енді тіпті қажылық туралы да хадис бар. Пайғамбарымыз сахабаларына өзінің қайтқан әке-шешесінің атынан қажылық, умра жасауға кеңес берген, насихат айтқан. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қабірдің қасына келген кезде бір бұтақты қыстырып қойған. Не үшін? Өйткені бұтақтар тірі тұрған кезде, кеуіп кеткенге дейін олар зікір айтады, Алланы еске алады, тасбих қылады. Кез келген нәрсе, тірі нәрсе. Енді жан тірі емес нәрсенің зікірі өлі адамға пайда берсе, тірі адам қабірдің қасына Құран оқыса, неге пайда бермейді? Қабірдің қасына Құран оқыса, Ясин сүресін оқыса, Ықылас сүресін оқыса, пайдасын береді. Иншалла.